Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осылай суретті Dreamface платформасы арқылы сөйлетуді үйрететін боламын. Ең алдымен өзіңіз күнделікті қолданылатын интернет браузеріне кіріп, Dreamface деп теріп жазып аласыз. Осы шыққан нәтижелерден бірінші Dreamface Fast AI Video Generator дегенді басып таңдайсыз. Платформаға кірген сәтте сіздер төмендегі сілтемелер немесе QR-кодтар арқылы өзіңіздің телефоныңызға немесе компьютеріңізге осы қосымшаны жүктеп ала аласыздар. Ал енді онлайн жалғастыру үшін жоғарыдағы Start Now деген кнопканы басасыздар. Бұл платформаға тіркелу міндетті, сол себепті жоғарыда логин сайнапты басамыз. Dreamface платформасы ақылы, бірақ сіздерге күнделікті 5 мүмкіндік беріледі, яғни 5 фото немесе 5 видео араластырып жасауға да болады. Енді кіру туралы. Егер де сіздерде дайын аккаунт болатын болса, электронный почтаңызбен құпия сөзіңізді жазып, сіз логинді басып кіре бересіз. Ал егер де жоқ болатын болса, Google аккаунтпен немесе iCloudпен кірсеңіздер болады. Мен өте оңай жолын, яғни Google аккаунтпен кіруді таңдадым. Ол үшін Google батырмасын басып, өзімізге керекті аккаунтты басасыздар. Егер де тіркеліп жатқан құрылғыда өзіңіздің құпия сөзіңіз болмайтын болса, қайтадан жазуға тура келеді. Менде барлығы дайын, сол себепті бірден тез кірілді. Платформа өзінің кішкене сіздерге түсіндірме жұмыстарын көрсетуде, яғни мұнда сіздер фото жүктей аласыздар, ал мұнда өздеріңізге керекті қандай текст айтылу керек, соны жаза аласыздар. Суретіміз бен мәтінімізді дайындап қойғаннан кейін Generate батырмасын басып, біз өзімізге қажетті видеоны ала аламыз. Мұнда сіздерге қандай суреттің жарайтыны айтылған, яғни бізге портрет форматындағы тіке қараған сурет қажет болады. Мен өзіме керекті суретті жүктеу үшін плюс батырмасын басамын. Және осы жерде өзіңіз құрылғыңыз бойынша дайын суретіңізді жүктейсіздер. Выгрузить немесе загружать батырмасын басу арқылы. Менің суретім жүктелуде. Міне менің суретім жүктелді. Бүгінгі менің таңдаған суретім Абай Құнанбайұлының портреті. Текстің ішіне өзіңізге керекті мәтінді теріп немесе вставить етсеңіздер болады. Енді келесі өзіңізге керекті дауыс таңдау үшін voice батырмасының астындағы басамыз. Қарап тұрғандарыңызда мұнда өте көп дауыс нұсқалары бар. Өзіңіздің қалауыңызға қарай дауысты таңдап аласыз. Керекті дауысты таңдап болғаннан кейін Generate батырмасын басу арқылы біз өзімізге керекті видеоны ала аламыз. Generate батырмасын басып болғаннан кейін кішкене күтіп, жоғарыда папка батырмасын басамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы жерде біздің жасалған жұмыстарымыз көрсетіліп тұрады. Енді соңғы жасаған видеомызды тексеріп көрейік. Видео ойымыздағыдай сапалы шықты. Енді осы видеоны сақтау үшін жанындағы Download батырмасын басамыз. Download батырмасын басу арқылы бейне жазбай өзіңіздің құрылғыңызға сақталатын болады. Осымен Dreamface туралы кішкене гайд аяқталды. Сіздерге қызықты болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.